أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүкіл мақтаулар мен мадақтар әлемдердің Раббысы болған Аллах Субханаху ва Тағалаға және де адамзаттың ардақтысы болған Алланың сүйіктісі болған пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға Аллах Тағаланың ізгі салауаты мен сәлемі болсын. Біздің каналымызға келіп түскен кейбір сұрақтарға жауап: ораза адамды тастайды ма? Жоқ. Ораза адамды тастамайды. Керісінше, адам өзінің жалқаулығымен, өзінің немқұрайлығымен оразаны немесе басқа да бір құлшылық ғибадаттарды тастап жатады. Ол ислам шариғатында қате түсінік. Яғни, қандай да бір адам парыз болған оразаны, парыз болған намазды, құлшылық ғибадаттарды себепсіз тастауға болмайды. Ал себеп деп біз нені айтып жатырмыз? Егер қандай да бір адам сапарда болатын болса, онда ол адамға ораза ұстамауға рұқсат етіледі. Бірақ сапарынан қайтып оралғаннан кейін ол оразаның қарызын өтеуі шарт. Сондықтан да құрметті де қадірлі мұсылман ағайын, намазды немесе оразаны немқұрайлықпен тастауға ислам шариғаты дұрыс емес деп санайды.